Армысыздар, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы JavaScript тілі. JavaScript тілі бұл бізде объектіге бағытталған бағдарламалау тілі болып табылады. Бізге дейін JavaScript тілі LiveScript, ECMAScript болып танылды. Оның шығу тарихына келетін болсақ, Брэндон Айден, ағылшын программисті, 1995 жылы Netscape компаниясында жұмыс істеп жүріп, негізгі мақсаты бұл Microsoft компаниясындағы Internet Explorer'ды мықты браузер ойлап табу. JavaScript клиенттік тіл болып табылады. Өздеріңіз қарапайым Google-да ашып көрсеңіздер, яғни Google Chrome арқылы кірсеңіздер, браузер арқылы, сізде мына белгіні бастаңыздар, клиенттік бөлім іске асады. Осы жерде өзіңізге қажетті бағдарламаларды қолдана аласыздар. JavaScript тілі мен Java тілінің айырмашылығы. Көптеген жаңадан бастаушы бағдарламалаушылар бұл екі тілді бір тіл деп ойлайды. Бұл үлкен қателік. JavaScript тілі сценарийлер тілі, ал Java аплеттер арқылы жазылатын тіл. Және де JavaScript тілін біз қарапайым сабайым текстте немесе блокнотта құрып жаза аламыз. Java тілін қолданып бағдарламалар жазу үшін біз арнайы бағдарламалау ортасын қолданамыз. JavaScript тілін HTML тіліне енгізудің екі тәсілі бар. Оның бірінші тәсілі HTML құжатын құрып аламыз, және де осы HTML құжаттың ішіне скрипт деген қолдану арқылы JavaScript тілін енгіземіз. Бұл жерде әрине скрипт типін береміз, текст JavaScript, және де өзімізге қажетті сценарийлерді осында жаза беретін боламыз. Екінші тәсіл, бұл барлығымызға белгілі тәсіл, CSS тілінде өстіп қолданған болатынбыз. JavaScript файлын бөлек құрып аламыз. Мысалы, атауын скрипт деп береміз, және расширениясы JS болып сақталады. Бірінші HTML құжатын құрамыз әрине, осы құжатқа біздің скрипттік тілді путь көрсету арқылы енгіземіз. Оны head тегтерінің арасына жазамыз. Script type, text JavaScript және source деген бұл путін көрсету. Бұл жерде JS деген папканың ішіне JavaScript файлын сақтаған. JS деген папканың атауын береміз, және осы папканың ішінде біздің файлымыздың атауын көрсетеміз. script.js. Тілдің синтаксисіне келетін болсақ, бағдарлама жазып жатқаннан кейін скриптік тілдердің ішінде браузерге сөз шығару үшін біз document write деген функцияны қолданамыз. Жаттап алайық, себебі осы функцияны көптеп қолданатын боламыз. Және де өзімізге қажетті мәліметтерді біз жақшаның ішіне жазамыз. Мәтін енгізетін болсақ, оны тырнақшаға аламыз. Мысалы, бұл жерде Hello World деген сөзді браузерге шығару қажет болды. Сол үшін біз document write функциясын қолдандық, және өзімізге қажетті мәнді енгіздік. Комментарий. Комментарийға келетін болсақ, HTML тілінде біз комментарийді мынадай тырнақша, леп белгісі және екі үзік сызық арқылы береміз. Ал бұл бізде көп жолды комментарий болып табылады. Егер сіз үлкен кодтарды комментировать еткіңіз келсе, осындай түрді комментарийді қолданасыздар. Ал егер бір жолда ғана комментировать ету қажет болса, бұл HTML тілінде қайталап өтейін, екі сызықты қолданасыздар. Скриптік тілде комментарийді қолданатын болсақ, бұл тура CSS дегендей жақша және де жұлдызша белгісі арқылы комментарийларды қолданатын боласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.